Дүниедегі көптеген нәрсені білгің келетін шығар. Мысалы, өсімдіктер неге өседі? Немесе үлкен көпіршікті қалай үрлеуге болады? Осы және басқа сұрақтарға жауап табудың ғалымдар қолданатын тәсілі бар. Ол ғылыми әдіс деп аталады. Егер оны қолдансаң, сен де ғалым бола аласың. Ғылыми әдіс бақылау мен тәжірибе жасау арқылы ғылыми сұрақтарды қою және оларға жауап беру тәсілі. Қарапайым 6 қадам жасалады. Ең алдымен сұрақ қой, немесе шешкің келетін мәселені анықта. Екінші, бақылау жаса және тақырыпты зертте. Бақылау мұқият зерделеуді, зерттеуді білдіреді. Мәселені бақылап және зерттеген соң, үшінші қадамға дайынсың. Ол гипотеза құрау. Гипотеза бір нәрсенің қалай жұмыс істейтіні туралы ғылыми болжам. Гипотеза пайдалы болу үшін оны тексеру қажет. Бұл оны сынап, рас өтірігін анықтау деген сөз. Гипотеза жасалған соң, төртінші қадамға өт. Эксперимент жобалап, өз гипотезаңды тексер. Эксперимент жасағанда, міндетті түрде бір ғана нәрсе тексерілуі тиіс. Олай істеу үшін, әр экспериментте бір-ақ нәрсені, немесе айнымалыны өзгерту керек. Басқасының бәрі өзгеріссіз қалуы тиіс. Эксперимент аяқталған соң, алған деректеріңді талда. Бұл үшін эксперимент нәтижелерін қарап, олардың нені білдіретінін анықтауға тырыс. Ақыры өз деректеріңді қолданып, қорытынды шығара аласың. Егер қорытынды гипотезаны растамаса да, бәрі тамаша. Бұл эксперимент нашар болды деген сөз емес. Бірінші эксперименттен алған ақпаратты қолданып, жаңа гипотеза құрауға және оны тексеру үшін жаңа эксперимент ойластыруға болады. Қорытынды гипотезаны растағанның өзінде сенде жаңа сұрақ туып, оны да тексергің келуі мүмкін. Сөйтіп ғылыми жұмыс басынан басталады. Ғылыми әдіс мәселені шешу мен сұрақтарға логикалық жауап берудің қадамдап істелетін жолы. Ғылыми әдістің арқасында әлемде көптеген маңызды жаңалықтар ашылды. Алайда, жауапсыз сұрақтарда әлі жеткілікті. Оларға жауап беруге көмектескің келе ме? Сенің қолыңнан келеді. Тек ғалым болуды ұмытпа. Сұрақ қой. Бақылау жаса. Гипотеза құра. Эксперимент жобалап, гипотезаны тексер. Деректерді талда және қорытынды шығар.